Күн жарық болсын, тыңдарман. Бүгін біз тілімізде қате қолданыста жүрген кейбір тіркестердің дұрыс баламасымен танысамыз. Аяқ астынан, табан астында. Бір мағынада қолданылатын тіркестер деп ойласаңыз, қателесесіз. Екеуінің мағынасы мүлде бөлек. Аяқ астынан кенет, тосыннан және адамның өзіне тәуелді емес құбылыс не әрекетке қатысты. Ал табан астында жылдам, лезде және адамның өзі жасайтын әрекетке қатысты қолданылады. Мысалы, аяқ астынан жел тұрды, табан астында дей алмайсыз. Табан астында өлең шығара қойды, аяқ астынан дей алмайсыз. Келесі тіркес қашықтықтан оқыту, дұрысы тек қашықтан оқыту. Ал лылық, дылық, тылық болып келетін формада лы жұрнағы қай жерде артық екенін анықтаудың ең оңай тәсілі соңғы лық жұрнағын алып тастағанда қалатын сөз тұтас, бүтін, мағыналы сөз болуы керек. Демек, қонақжайлы деген сөз жоқ, лы деген жұрнақта артық. Онда дұрысы қонақжайлық. Одан бөлек қарапайымдылық, дұрысы қарапайымдық, танымалдылық, дұрысы танымалдық, айқындылық, дұрысы айқындық, жарқындылық, дұрысы жарқындық. Сауатты сөйлейік. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.